Құрметті тыңдарман, сіз қазақ жазушыларының туындыларынан құралған жинақты аштыңыз. Қызықты әңгімелер әлеміне қош келдіңіз. Күлпаш. Күлпаштың көңілсіздікке түсіп жүрген күндерінің бірі еді. Үстінде өрім-өрім болған соң әр жерінен бір түйіп қойған ескі көйлек, оның сыртында тозығы жетіп тулаққа айналған қысқа ескі тон, басында селдіреген күні Бөкебайдың жұрнағы. Бет-аузы көнек дейсік, тоңып бүрісіп, үйдің бұрышындағы пешке арқасын сүйеп, мұңайып, терең ойға шомған адамша Күлпаш отыр. Жыртық күпіге оранып, бүк түсіп баласы Қали жатыр. Үй суық, жамулы терезенің жыртығынан кірген ызғырық шекеден шыққандай. Отын табылар жерде жоқ. Қара судан басқа дән татпағанына бүгін 3-ші күн. 6 айға қыз тартқаны аштықтың зардабы. Бар сенетін байы мақтым, ел қыдырып, тілек тілеп ерте кетіп, кеш келеді. Бірақ оның да табары жоқ. Әйтсе де мақтым келгенде сол бірдеме әкелетіндей көрініп, өзін өзі алдастырумен ұзақ күнді кеш қылады. Бұл Күлпаштың бүгінгі әдет емес, көптен бергі әдеті. Жағын суалдырып, жүзін сарғайып, адам қарағысыз қылып барады. Ақырында ісікке айналдырған осы әдет, осы шыдамдылық. Күлпаш осы кезге шейін өзінен бетер баласын аяумен келеді. Ауыл аймақ, көрші қолаңдарынан сұрастырып алған сорпа суын баласына беретін болды. Соңғы кезде оның өзі де болмай кетті. Бұл ауылда отырғандардың бірсыпырасақ өлмелі кедей. Бәрі де шықпа жаным шықпа деп отырған секілді. Бұрынғыдай ауысып тамақ беру абысын ажын арасынан кеміп кетті. Шағын тамақтың үстіне біреу келсе, кірпік шекшендей жиырылатынды шығарды. Мұны әсіресе Күлпаш сезді. Бұрын соңда аш болсын, тоқ болсын, тамақ үшін біреуге телміруді ар көретін Күлпашқа бұл оңай болсын ба? Көрші үйлерге қатынауды сиретіп еді. Міне, бүгін ақтық азық таба алмағандарына 3-ші күн. Іші қабысып, жүрегі қарайып, көзі бұлдырап, өлім сағатын күткендей ұпыны кетіп отыр. Әлі есіл дерті баласында. Ойлап отырып қабағын шытып, кейістік тартқан кісі тәрізді баласына қарап. Құдай-ай, не қылмысымыздан бұл күйге түстік екен. Жылап жіберді. Бүртік ыстық жас үстіндегі жарғақ тонның омырауынан сырғанай бастады. Аштықтан басқа Күлпаштың мазасын алатын тағы бір ой бар еді. Ол ойдың Күлпашты қинағанына бүгін 2-ші күн. Қыстың бас жағында жұртпен қатар соятын малы болмай, жалғыз атты ұрлатып алып, мақтым жаяу тілек тілеуге айналған соң, Күлпаштың бірге туған сіңілісі Раушан келіп, Күлпашты азғырған. Осы жаманмен біраз күн өмір өткіздің ғой. Ендігі қалған өміріңді қорлыққа салма. Жыл болса ауыр. Осы бастан азбас тозбас қамыңды ойла. Күлпаштың көңілін аудару үшін Раушанның ұсынатын адамы Жұмағазы. 40-50 қарасы бар. Бір ауылдың байы. Бұрынғы қатыннан бала қалған жоқ. Жасы биыл тап 40-та. Оған тисең өзің би, өзің хан боласың. Қыстың бас кезінде ептеп күнделік тамақ тауып ашыға қоймағандықтан байыңды тастап байға ти дегенде Күлпаштың жүрегі
тас төбесіне шығып кетті. Қарағым, Раушан жанау, аузың барып, не қып айтып отырсың? Арада 2-3 ай өткен соң аштық шеңгелін қаттырақ салды. Тұрмыс түрі қиындыққа айналған соң, әсіресе баласының тамақ сұрап жылағанына жаны төзбеген соң, кейбір кейістік тартқан уақыттарда Күлпәштің ойына Раушанның сөзі түсетін болды. Бірақ бұл сөздің өзіне пайдалы, яки зиянды екенін бұл уақытқа шейін айырып білген емес. Әйткенмен соны ойлайды. Неге ойлайтынын өзі де білмейді. Әрі-сәрі болып жүрген сіңілісі Раушан тағы келді. Күлпәшті көріп аяды, жылады. Енді өлесің ғой жазған. Мен биыл не айтып едім? Күлпәш үндемей ойға шомды. Жүрегінде таласып тұрған екі ой бар. Жұмағазыға тисем, тамағым тоқ, көйлегім көк болар еді. Қалижанды ашықтырмауға болар еді деп ойлайды. Жастан қосылған қосағым еді. Оны жылатып тастағаннан не оңам деп те ойлайды. Екі ойдың бірін жеңіп шыға алмай, өзі қатып отырған Күлпәштің басын одан жаман қатырды. Күлпәштің қажығанын, нақ бұрынғыдай қарысып кетпейтіндігін сезіп Раушан сөзді кесіп айта бастады. Мына күйіңмен ұзаққа бармай өлесің. Сені өлімнен құтқаратын бізде де әл жоқ. Өзімізде сол Жұмағазыдан күн көріп отырмыз. Енді сөзді қойып, соған тей. О, Қалижанды қайтем. Ойбай апа, баланың басы құрысын. Әуелі өз қамыңды же, артынан алдыра жатарсың. Байын ауыз қалмай, баласын ғана атағаны, Күлпәштің әбден әлсіреп, ескі қайрат, шыдамдылықтан айырылғандығын білдірді. Жұмағазының нұсқауымен келген Раушан апасының жайын сезген соң істі бір жола бітірудің қамына кірісті. Күлпәшті қызықтыра сөйледі. Не бар тамақ соның үйінде? Бұзылмаған қазы, біреулі ет, шұжықтың саны жоқ. Әлі күнге дастарханынан нан үзілген емес. Сені алып беремін деп біздің үйдегі күйеуің сөз қылғанда, одан артық қатынды іздесем таба алмаймын ғой деп қутың етеді. Бұзылмаған қазы, біреулі етті естігенде Күлпәштің аузынан су ағып, ынтыға қалды. Бүрліктірген аштық, тамақты естіген соң Күлпәштің еркін алып жеңгендей, жүрегі дірілдеп, көзі қарауытып, тием деген сөз еріксіз аузынан шығып атылып шыға жаздап отырып, Әй, қарағым-ай! Өксіп жылап жіберді. Қарағым-ай! Жамаулы күпіге оранып, бүрісіп жатқан қали жыбырлап, таңмен кеткен мақтым әлі қайтқан жоқ. Күн батуға барып қалды. Боранды ызғырық азырақ серпіліп ашылып, бұлттың жиегінен шыққан күн мақтымның жамбылы терезесінің көзінен шаша бастады. Күлпәш пештің қасында, жанында бүрісіп қали жатыр. Ойға шомып біраз отырып, деп ауыр күрсінді. Бұл күрсіну күнбатардың алдында қатындардың от жағып, тамақ асатынын еске түсіргендіктен шығып отырған емес. Бұл жүректі қаптап, топтанып, іші ауырын елжіретіп, тұла бойын удай жайған қалың қасіреттің, ауыр дерттің ұшқыны еді. Бұл дертті Күлпәштің кірсіз таза жүрегіне салып отырған сіңілісі Раушан. Раушанға қосымша болып, ызғарын төгіп бүрліктірген аштық. Өткен өмірінде ойына келмеген істі Күлпәш істегел отыр. Байынан айырылып екінші адамға, өткен өмірінде ойына кірмеген адамға тиюге уәде берді. Ертең мәңгі кетпек. Бірақ қалай кетпек? Қалай айырылмақ? Оны Күлпәштің өзі де білмейді. Раушан кеткелі
ойлағаны жалғыз Мақтым. Мақтымның өзін айттырып, күйеу болған шағы көзіне елестейді. Жазғы кез. Мақтым мұрын келген, түксиген қабақ, қушық мұрын, еңкек денелі қарасұр жігіт. Жұртқа қалай көрінетінін өзі білсін, әйтеуір Күлпашқа ұнауы анық. Күлпаш бір көргеннен ақ тәуір көріп кеткен. Содан бері екеуінің арасы әлі тәуір. Біріне бірі наз қылып сөйлескенде, екеуімізді қара жер айырады деп серттесетін. Мақтым үйде азғана жоқ болса, қайда кет деп, келгенше ынтық болатын Күлпаш осы. Сөйткен Мақтымын бүгін тастамақ. Әй, рақымсыз аштық-ай, кімдерді жылатпады, кімдер жыламады. Күлпаш өксіп жылап жіберді. Бүрісіп жатқан Қали қозғалып, әже, деді. немене қарағым? Әкем келді ме? Далада тықыр білініп сықырлап есік ашылды. Қыржиып тырысқан қысқа тон, қаудырлап қатқан жаман тымақ, аяғында қонышсынан басылған жаман етік, мойнында дорбасы бар, жағы суалып, көзі адырайып, адам бейнесі кеткен біреу есіктен кірді. Бұл Мақтым еді. Кемсеңдеп, қалтылдап жыртық етігін сықырлатып, үйдің ортасындағы бағананың түбіне келіп, Мақтым салбырап отыра кетті. Қали сүйретіліп тұрып, екі көзі Мақтымның мойнындағы дорбада ептеп басып жақындады. Мақтым жылап қоя берді. Қалқам-ау, дым жоқ. Күлпаш та жылады. Қали ауыр күрсініп, тәлтіректеп басып барып күпісін оранып, Күлпаштың қолтығына басын тыға бүрісіп жата кетті. Көп уақыт өтті, қас қарайып, үйдің ішін қою қараңғылық қаптады. Мақтым бағанаға сүйеніп әлі отыр, оқтасанда оқылейді. Күлпаш ойға шомған адам тәрізденіп біраз отырып, бір кезде шошынған адамдай кенет басын көтерді. Дауысы біртүрлі қалтырап, үйдің ішін жаңғырықтырды. Жайма? Күлпаштың үні бітті. Не айтарын білмеді. Көзінен мөлдіреп жас төгіле бастады. Қатын, бірдем айтайын дедің бе? Әншейін, бүгін Раушан келіп еді. Жай келіп бе? Күлпаш тағы сөйлей алмай, көз жасына булықты. Әлде не уақытта тағы да... Ей! Немене жазған айтсайшы? Біз осы қайтеміз? Қайдан білейін? Біз өлмейміз бе? Өлетін шығармыз. Біз деп тағы да тоқталды. Біз айырылсақ қайтеді? Мақтым әлденеге қозылғандай болды. Үй іші тым-тырыс. Жаңа туған айдың сәулесі түсе бастады. Қатын, сен не деп отырсың? Айырылсақ. Қалиды қайтесің деп, Мақтым кемсеңдеп, өксіп жылап жіберді. Әттең кедейлік, әттең аштық қылдың-ау. Пеш пен Күлпаштың арасындағы қуысқа тығылып бүрсеңдеп жатқан Қали тағы да қозғалды. Әже, қалқам-ау, не қыл дейсің? Тоңдым. Марттың іші. Бір жетіге созылған боран, бүгін ғана ашылып, жылы шуақ күннің көзі ықтасындағы қардың бетін жалтыратып, тердетіп жатыр. Жерде де бұрынғыдай ызғар жоқ. Арық малдар тысқа шығып, күн шуақтықтағы боқтықты, шөпті тіміскіп жүр. Ұзыннан созған ауылдың оқшау, жеке, маңайында бұлдыр жоқ, қалың күртіктен моржасы зорға көрініп тұрған шеткер үйге, ауыл сыртындағы жіңішке жолмен жастау әйел аяңдай басып келе жатыр. Бұл Күлпаш еді. Жұмағазға тигеніне 20 күндей болған. Аштықтың қанды тырнағы Күлпашты бұғанда көндірген.
Бірақ аштықтан құтылған екем деп қабағы ашылған Күлпәш жоқ. Жұмағазының үйіндегі 20 күн 20 жылдан ауыр болды. Әсіресе Қалиды сағынды. Жұмағазының үйіне барған күннің ертеңінде түнде Қали түсіне кірді. Күлпәш үйден шығарда қалқам деп барып Қалидың бетінен сүйгенде өкпелеген адамдай аузын бұртитып, тұрған орнында қалшиып қалып еді. Түсінде де сол күйінде көрді. Аузы бұртиып, көзі әлдеқайда бірдемеге тіреліп қатып қалған. Күлпәш қалқам деп бауырына тартса да, тас секілденіп орнынан қозғалмайды. Бір күні түсінде Мақтымды да көрді. Ол да ренжулі, о да ашулы. Ей деп Күлпәш бір-екі рет сөйлесе де, Мақтым жауап бермейді. Дүниедегі ең жақсы көретін байы мен баласын ренжітіп, өзінің басын сауғалап кеткенін Күлпәш енді ар көре бастады. Өлсем, солармен бірге өлсем болмайтын бет деген ой кірді. Бір жағынан Мақтым жайын ойлады. Аладорбаны мойнына іліп алып, таңмен тамақ іздеп кетсе, тапсын таппасын кешке бір оралып соқпай қоймайды. Сонда ғазаптанып жүргені қатын баланың қамы, соларды аштан өлтірмеудің жабдығы, сөйтіп жүрген адамның қадірін білмей тастап кететін не жөні бар еді? Күлпәш барғалы қайғы үстіне қайғы жамылып, ақырында бүгін Жұмағазының үйде жоғын пайдаланып келе жатқан еді. Күлпәш бұл жолы түрлі ойға мініп келеді. Мақтым ренжімесе, басқа байға тидің деп ашуланбаса, ескі тұрмысқа қайта қайтуда ойында жоқ емес. Аяғын 2-3 басып, қайта сол жақ қойнын сипап қояды. Қойнында 2 кесек ет бар. Біреуін Қалиға, біреуін Мақтымға деп жасырын пісіріп алған. Қарағым-ай, етті көргенде не дер екен? Ауылға төніп келгенде 2-3 ит үріп алдынан шықты. Күлпәш елеген жоқ. Кіре беріс Ыбырай тікеді. Биік қылып соғылған аққаланың басында Ыбырай тұр екен. Күлпәш оны да байқаған жоқ. Жүрегі алып ұшып, үйіне жеткен шасықты. Ыбырай танып, келінбісің деді. Күлпәш сәлем қылды да жөнеле берді. Ыбырай бірдем айтқысы келген кісі секілденіп, аққаладан аяғын 1-2 басып түсіңкіреп барып тоқтады. Күлпәш үйіне жетті. Лапастың есігіне көзі түсіп, жүрегі қалтырай бастады. Есіктің алды күртік қар, іздегеннен дым жоқ. Малтығып басып барып, үйдің есігіндегі қарды аяғымен ысырып, есікті ашуға айналды. Жүрегі үлпілдеп соғып, көзі қарауытып, бір түрлі қорқыныш пайда болғандай тәрізденді. Бірақ неден сезіктеніп қорыққанын өзі де біле алмады. Білетін жайы да жоқ еді. Жан дәрмен қайраттанып зорға дегенде салдамы есікті қозғап, сықырлатып ашты. Суық леп бетке соқты. Терезеде жарық жоқ, үй тастай қараңғы. Күлпәш қалтырап кетті. Үйге кірерін де кірмесін де білмеді. Бір аяғын табалдырықтан ішке салып,